Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құлпынайдан өте дәмді әрі осындай әп-әдемі болып көтеріліп пісіп шығатын бәліш дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дәл менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер. Ендеше пирогымызды дайындап бастайық. Ең әуелі 3 жұмыртқаға қант пен және де ванильді қант қосып, аз-аздан миксердің жылдамдығын арттыра отырып, шамамен біздің массамыз көпіріп ағарғанша 6-7 минуттай миксерлейтін боламыз. Мінекей біздің массамыз осындай түске енді көпіріп ұлғайды. Енді осыған аз-аздан сұйық майымызды құятын боламыз. Миксерлей отырып, менде миксердің ең баяу жылдамдығында тұр дәл қазір. Және де дәл осылай алдын ала өлшеп алған сүтімізді де аз-аздан миксерлей отырып массамызға құятын боламыз. Сүттің барлығын құйып болғаннан кейін алдын ала өлшеніп електен өткізіліп тұрған ұнға қопсытқышымызды салып, осы ұнды аз-аздан массамызға қосатын боламыз. Бұл жерде енді миксер қажет емес. Лопаткамен немесе қасықпен арасында түйіршіктері қалып қоймайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз. Арасында ұнның түйіршіктері қалып қоймау керек. Енді алдын ала кептіріп, жуып алған құлпынайларымызды қақ ортасынан бөліп, видеодағыдай дайындап аламыз. Бәлішке неғұрлым құлпынайлар көп қосасыз, соғұрлым дәмдірек болады. Сондықтан да сіздерге құлпынайды көбірек қосуға кеңес беремін. Енді арнайы формамызға жұмсақ сары май жағып аламыз. Кез келген форманы қолдансаңыз болады. 24-26 диаметрлік формаларды да қолдануға болады. Ең түбіне қант ұнтағын сеуіп жібердім. Бұлай сеппесеңіз де болады. Мен дәм беру үшін осылай сепкенді жөн көрдім. Енді үстіне жаңағы массамызды құямыз. Дәл видеодағыдай алдын ала ортасынан бөліп дайындап қойған құлпынайларымызды осылай әдемілеп қойып шығатын боламыз бәлішіміздің барлық бетіне. Осы уақыт аралығында пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Міндетті түрде қызып тұрған пешке салу керек. Шамамен 180 градуста 45 минуттай пісіріп аламыз. Піскен піспегенін тіс шұқығыштың көмегімен байқап көрсеңіз болады. Себебі ортасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да алдын ала тексеріп алғаныңыз жөн болады. Және қалауыңызша үстінен қант ұнтағын сеуіп жіберсеңіз болады. Әрі қарай бірнеше бөліктерге бөліп дастарханыңызға ұсынып, дәмін тата берсеңіз болады. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Және достар, қазақша контентті қолдап, видео ұнаса, каналым ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерді басқа да түрлі рецептермен қуантатын боламын. Ас болсын!